Әлемдегі ең бай топ 10 фермер, яғни ауыл шаруашылығы арқасында байыған агромагнаттар. 10-шы орын Вадим Мошкович. Байлығы 2,3 миллиард доллар. Рус Агро компаниясының негізін қалаушы. Қант, өсімдік нарығы, ет өндірісі бойынша ТМД нарығындағы ең негізгі тұлғалардың бірі. Оның жер иеліктері 100 мың гектарды құрайды. 9-шы орын Фу Гуанмин. Байлығы 3 миллиард доллар. Құс шаруашылығының королі. Оның компаниясы Қытайдағы KFC желісіне тауық етінің негізгі жеткізушісі болып табылады. 8-ші орын Андрей Бабиш. Байлығы 4,2 миллиард доллар. Чехияның бұрынғы премьер-министрі және Агроферт холдингінің иесі. Ол Еуропадағы тыңайтқыш өндірісі мен өсімдік шаруашылығын бақылайтын алып компанияның басшысы. Айтпақшы достар, біз Agroman AI Telegram ботын іске қостық. Ол сізге өсімдік және мал шаруашылығы бойынша барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Егер қызық болса, профильдегі сілтеме арқылы өтіңіз және 7 күн тегін пайдалансаңыз болады. Содан кейін айына небәрі 1990 теңге. 7-ші орын Стюарт және Линда Резник. Байлығы 5,3 миллиард доллар. Калифорниядағы бау-бақша алқаптарының иелері. Ерлі-зайыптылар Wonderful брендімен пісте бадам және анар шырынын сату арқылы байыған. 6-шы орын Лю Хань Юань. Байлығы 6,5 миллиард доллар. Балық шаруашылығы саласының алыбы. Су жануарларына арналған жем өндірісі бойынша әлемдегі көшбасшылардың бірі. Ол балық фермаларын күн энергетикасымен ұштастыра отырып, үлкен бизнес құрған. 5-ші орын Лю Юнсин. Байлығы 6,6 миллиард доллар. Өз кәсібін 1980 жылдары тауық өсіруден бастаған. Бүгінде оның East Hope Group компаниясы Қытайдағы жануарларға арналған жем өндіретін ең ірі империялардың бірі. 4-ші орын Полин Макмиллан. Байлығы 7,2 миллиард доллар. Атақты Гаргил әулетінің ең бай мұрагері. Бұл компания ақш-тағы астық және мал азығы саудасымен айналысатын ең ірі жеке кәсіпорын болып саналады. 3-ші орын Гарри Стайн. Байлығы 8,5 миллиард доллар. Қарапайым фермердің ұлы. Сойы мен жүгері тұқымдарының генетикасын зерттеп, лицензияларын сату арқылы миллиардер атанған. Оны агробизнестің Билл Гейтсі деп атайды. 2-ші орын Дарин Череванонт. Байлығы 12 миллиард доллар. Азияның агро королі. Оның отбасылық бизнесі жем өндірісі және асшаян өсіру бойынша әлемдік көшбасшылардың бірі. Егер сізге ауыл шаруашылығына байланысты контент қызық болса, Agroman парақшасына жазылуды ұмытпаңыз. Ал 1-ші орында Цин Инлин. Байлығы 15,5 миллиард доллар. Әлемдегі ең бай фермер. Ол өз бизнесін бар болғаны 22 шошқамен бастаған. Бүгінде оның компаниясы шошқа еті өндірісі бойынша әлемдегі абсолютті көшбасшы болып саналады.